Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен жаңа жылдық мерекелеріңізге, яғни дастархандарыңызға өте керемет әрі тез дайын болатын осындай күшті рулет дайындайтын боламыз. Өте тәтті, шаймен, кофелермен өте керемет кетеді. Жұмсақтығын көріп тұрсыздар. Онда менімен бірге жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Балдарыңызға, отбасыларыңызға жасап қуантып қойыңыздар. Онда бастадық. Біз алдымен ручной миксерде істесеңіздер де болады. Меренгамызды дайындап аламыз. Бисквитный рулет болғандықтан алдымен бисквитке жақсылап осы 5 штук жұмыртқамыздың ағыны аппақ плотный масса болғанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Ручной миксермен жасайын десеңіздер, просто кішкене көптеу уақытыңыз кетеді. Планетарный миксер болса егер тез болады. Міне бізде осындай қатты масса болғанға дейін жақсылап жұмыртқаның ағын осындай плотный етіп араластырып аламыз. Бүйтіп ыдысыңызды бүйтіп төңкеріп аударып көрген кезіңізде ішінен төгілмейтіндей болу керек. Міне көріп тұрғандарыңызда. Енді 5 штук жұмыртқамыздың сарысына салып аламыз. Мөлшерде көрсетілген қантымызды салып, онда 2-3 минут жақсылап, 2 есе ұлғайғанша онда жақсылап миксерлеп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңызда 2 есе ұлғайды. Енді жаңағы меренгамызға жұмыртқаның ағына салып, лопатаның көмегімен немесе қасықтың көмегімен жаймендеп араластырып аласыздар. Просто менде бұл жерде видеода тездестіргеннен кейін тез болып көрінеді. Негізінде жай ақырындап қозғайсыздар. Көріп тұрғандарыңыздай астынан төбеге қарап қозғасаңыздар, сол кезде бисквиттеріңіз шөгіп қалмайды. Ұнымызға жарты чайный ложка разрыхлителімізді салып араластырып аламыз. Бірдесіне барлық ұнымызды салмаймыз. 3-4 қасықтан 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Астынан төбеге қарай осылай жақсылап комочка болып қалмайтындай етіп лопатаның көмегімен араластырып алыңыздар. Венчиктің көмегімен істемеңіздер, сіздердің жаңағы меренгаларыңыз отырып қалады. Сол кезде біздің бисквитіміз піскен кезде көтерілмей қалады. Бисквитный рулеттің сыры осында. Жақсылап араластырып алдық. Енді осы дайын тұрған қамырымызды 2 түрлі бірдей кесеге бөліп аламыз. Немесе өздеріңіз қалаған бірдей ыдысқа бірдей етіп мөлшерде салып алсаңыздар болады. Немесе жаңағы таразының көмегімен пайдалансаңыздар да болады. Мен біреуіне қызыл, біреуіне жасыл краситель қолдандым. Менің красителім Топ Декор фирмасының красителі ең жақсы красительдердің бірі. Басқа красительдерді қолдануды сіздерге кеңес бермеймін. Осы Топ Декордың красительдері өте жақсы болады. Енді жеке-жеке жақсылап түсін шығарып, әдемілеп араластырып аламыз. Жасыл түс бізде осындай әдемі болып шықты. Қызыл түс салып, онда жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала листімізге пергамент қағазымызды төсеп аламыз. Менде бұл жерде листіміз ең үлкен листпен жасағанмын. Бөлек-бөлек кондитерский мешокқа салып аламыз пакетикке. Газ салған кезде ыңғайлы болу үшін полный кесен ішіндегі барлығын сыдырып салып аласыздар. Міне 2 кондитер мешокқа 2 түрлі түсті салып алдым. Сүйек қамырымызды, яғни бисквиттің қамырына. Менде істетілген пергамент қағазы, кішкене айып етпеңіздер. Осылай тура видеода көргендей етіп, арасын алшақ етіп құйып шығамыз қамырымызды. Бізде пакетиктің ішінде кішкене қалып қояды. Сол кезде бірінші барлық жеріне жететіндей етіп құйып аласыздар. Сосын жаңағы жіңішке болып қалғандарының үстіне бір рет жүргізіп шықсаңыздар болады. Артылып қалуы мүмкін. Қалған жаңағы аш қалдырған жерлерімізге жасыл түсті бисквиттің қамырын құйып шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай артылған жаңағы ашық жерлерін толықтырып қоямыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Ары кетсе 12-13 минутта пісіп шығады біздің бисквитіміз. 1-2 ұрып тегістеп жіберіңіздер. Міне қараңыздар, бізде 12-13 минутта осылай пісіп шықты 180 градуста. Даже кішкене күйіп кетейін деп қапты. Бала-шағамен жүрген кезде байқап тұрыңыздар, тез пісіп қалады. Енді сүлгімізді су етіп, шылқытып емес, енді су етіп, осылай рулет тәрізді етіп орап 10-15 минутқа қойып қоямыз. Крем дайындап алғанға дейін. Енді мөлшерде көрсетілгендей етіп крем дайындап аламыз. Бізде міндетті түрде бұл жер таразының көмегімен 160 граммдай творожный сыр және де қант ұнтағы немесе өздеріңіз қалағандай етіп қант салсаңыздар болады. 205-200 граммдай сливке құйып жақсылап плотный масса болғанға дейін миксерлеп аламыз. Бізде қою крем болу керек.
торттарға қалай крем жасайсыз, тура бисквитный рулетке де тура солай крем жасайсыздар. Міне осындай қою ізі түсіп тұратындай болу керек. Жаңағы су сүлгеге оралған рулетімізді ашып, ішіне кремдерімізді саламыз. Кремден кішкене мөлшерде алып қаламыз. Кондитерский мешокқа салып дайындап қоямыз. Ол бізге қазір рулеттің бетіне сәндегенге керек болады. Қалған лопатаның көмегімен немесе қасықтың көмегімен осылай жақсылап бір тегістетіп, барлық жеріне бірдей етіп жағып орналастырып аламыз. Содан кейін барып жақсылап қысып ораймыз рулетімізді. Енді бетін сәндесек болады. Шетінен кішкене шығып қалған кремін алып тастаймыз. Бетіне өздеріңіз қалағандай етіп насаткамен, узорлармен істесеңіздер болады. Мен осындай капкейкінің насаткасымен істедім. Жаңа ап қалған кремімізді бетіне осылай сәндеп аламыз. И мандарин қойдым. Өздеріңіз қалауларыңызша әсемдеп сәндесеңіздер болады. Өздеріңіз ұнатқандай етіп, мен мандаринмен және де мастикадан осындай снежок істеп беттеріне қойып шықтым. Новогодний оформление болғаннан кейін шие қойсаңыздар болады, клубника қойсаңыздар болады, бетіне сахарный пудра сеуіп әрлесеңіздер болады. 4-5 сағатқа холодильникке қойып, кремі сіңгеннен кейін алып, кесіп шай іше берсеңіздер болады. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңыз, балапандарыңызда қуанып жеп алатын болады. Келген қонақтарыңыз аузы ашылып таң қалатын болады. Рецепт сізден сұрап. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Кесілген кезде өте жұмсақ болған, көргендеріңізде нежный, дәмі де ауыздарыңызда еретіндей болады. Баршаңызға рахмет. Ас болсын. Жаңа жыл